Nağыз Атажұрт партиясының төрағасына, Қазақстан Республикасы азаматы Қаймолдинов Дәулетқазы Жұмағалиұлына, туған жерім Шығыс Қазақстан облысы, туған жыл 1955, 30 қаңтар. Қазіргі мекен жайым Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Машқұр Жүсіп көшесі, 163, 73 пәтер. Өтініш. Мені Нағыз Атажұрт партиясына қатардағы мүшесі ретінде тіркеуіңізді өтінемін. Қол қойылған, датасы қойылды. Екінші. Және сізге ескертем, алдағы 20 қарашада 2022 жылы, яғни биылғы жылда Қасым-Жомарт Тоқаев ұйымдастырған заңсыз, негізсіз, биыл қажеті жоқ, беймезгіл, кезекке қарсы заңсыз сайлауға қатыспаймын. Және ешқандай ұсынылған үміткерлердің ұсынылып отырған үміткерлердің біріне де дауысымды бермеймін. Егер менің дауысым әдеттегідей ұрланса, әшкерелеуге менде айғақ болады. Құрметпен, Қаймолдинов Дәулетқазы Жұмағалиұлы, 18 октябрь 2022 жыл. Мен Бегілдай Басылшаш Наурызбайқызы, Қазақстан азаматымын. Алдымызда келе жатқан 2022 жылғы 20 қарашада болатын кезектен тыс президент сайлауына қатыспаймын. 30 жылдан бері қарай бір сайлаудың шынайы болғанын көрген емеспін. Бұл да өтірік сайлау. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Мен Айдын Нүсіпәлиев, Алматы облысы Есік қаласының тұрғынымын. Қазақстан азаматымын. Тәбәріш Тоқаевтың заңсыз сайлауына қарсымын. Және де Кемел Жәмелевичтің 7 жылға сайлауына қарсымын. Ассалаумағалейкум, қалың елім, қазағым, амансыздар ма? Мен Тоқтарбайұлы Нүсіп, Алматы облысынанмын. Мен бұл жолғы сайлауға қатыспаймын. Себебі бұл жолғы кезектен тыс сайлауға мен түбегейлі қарсымын. Мен Әділбаева Бибігүл Мақұлбек қызы. Мен Шымкент қаласынанмын. 20 қараша күні болатын кезектен тыс сайлауына қарсымын. Мен Мұсаева Ұлдана Маликовна, Шымкент қаласынанмын. 20 қараша болатын кезектен тыс сайлауға қарсымын. Мен Бөкежан Даңғылнұр. Мен мына заңсыз сайлауға, президенттік сайлауға қарсымын. Мен өзім қатыспаймын. Мен Қожаққан Жанат Тұрсынұлы, 1974 жылы 4 айдың 28-інде туылғанмын. Тұратын жерім Алматы облысы, Жаркент қаласы. Мен президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың 20 қарашада белгіленген заңсыз сайлауына қарсылығымды білдіремін. Және сайлауға қатыспаймын. Атажұрт партиясын қолдаймын. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Құрметті қазақстандықтар мен қазақ елі. Мен Отебеков Жандос Ділдәбекұлы 1981 жылы 26 сәуірде дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан облысында Қазақстан Республикасының азаматымын. 20 қарашада өтетін президенттік сайлауға Тоқаевтың сайлауына қарсымын және президент болуына болмасын қарсымын. Атажұрт партиясын қолдаймын және мүшелікке қабылдауын өтінемін. Және де өз еркіммен ешкім мені Атажұрт партиясын қолдасын деп маған ешкім заставить еткен жоқ. Арма қазақ елі,
Мен Алматы қаласының тұрғыны Қазбек Озбаев. Алда келе жатқан 20 қарашадағы кезектен тыс заңсыз сайлауға түбегейлі қарсымын. Мен Жаңалан Тұрсынбекұлы Қазақстан Республикасының азаматымын. Алда келе жатқан президент сайлауына қатыспаймын, дауыс бермеймін. Бұл болғалы жатқан сайлау, мезгілсіз болғалы жатқан сайлау өте заңсыз деп қараймын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Тұрар Ержігіт Қуанышұлы алда келе жатқан 2022 жылдың 20 қараша күнгі болатын кезектен тыс президент сайлауына қарсымын. Және де мен оған қатыспаймын. Мен Рахимбаева Дана Алматы тұрғыны. Кезектен тыс сайлауға қарсымын. Тоқаевты осы уақытқа шейін мен сайлаған жоқпын, сайламаймын да. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Қасымбек Құрманғазы, Алматы облысы Есік қаласының тұрғынымын. Мен Қазақстан азаматы, жақында болатын Тоқаев Жәмелевичтің сайлауына қарсымын. 7 жылдық сайлауына қарсымын. Мен Асан Самат, Түркістан облысы Келес ауданының тумасымын. Осы 2022 жылы болғалы жатқан заңсыз президенттік сайлауға қарсымын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қарақұлов Әлібек. Алдымызда келе жатқан кезектен тыс және себепсіз болатын сайлауға түбегейлі қарсымын. Тоқаевқа дауысымды бермеймін, сайлауға қатыспаймын. Тоқаев президент болғалы 3 жылда ешқандай қазаққа жақсылық істеген жоқ. Болған апат, жарылыс, халыққа оқ ату. Сондықтан Тоқаевтың кетуін талап етемін. Мен Күртібай Сетекбайұлы президент сайлау кезектен тыс өтетініне қарсымын. Себебі оған еш негіз жоқ. Сайлауға бармаймын және дауыс бермеймін. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің аты жөнім Сәрсенғазы Әділетұлы болам. Павлодар облысы Шарбақты ауданы Шегірен ауылында тұрамын. Алда болатын кезектен тыс президент сайлауына қарсымын. Мен Қазақстан Республикасы азаматы Құрбанбаев Сағындық 2022 жыл 20 қарашада болып өтетін кезектен тыс сайлауға қарсымын. Және мен ол сайлауға қатыспаймын. Мен Қолқаев Асылхан Сұлтанбекұлы, Қазақстан азаматымын. Жамбыл облысы Мерке ауданынан. Мен Тоқаевтың кезектен тыс сайлауына қарсымын. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Мен Шамханым Жеңіс Нұрмағамбетұлы. Қарашаның 20-сы болатын 2022 жылғы сайлауға түбегейлі қарсымын. Және мен де Атажұрт партиясын қолдаймын. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Мақұлбеков Құдайберген Айызбекұлы 2022 жылғы 20 қарашада өтетін заңсыз кезектенсіз сайлауға қарсымын. Және де дауыс бермеймін, ешкімге қатыспаймын. Қайырлы күн. Мен Жұмекенов Темірболат Бірғалиұлы 20 қарашада өткелі отырған президенттік сайлауға түбегейлі қарсымын, қарсылығымды білдіремін. Мен Қазақстан азаматы Үндемес Қарабаев Пенабай ұлымын. Мен Түркістан облысы Арыс ауданында тұрамын. Мына келе жатқан болатын сайлауға мен қарсымын, қарсылығымды білдіремін. Бұл сайлауға қатыспаймын да, бармаймын да.